Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Майдан хаттарынан бір үзік сыр. Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына 75 жыл. Бұл соғыстың қасіреті аз айтылған жоқ. Дей тұрғанмен, соғыс кезеңін кең панорамада көрсетуге эпистолярлық жазбалар, яғни ұрыс даласы мен бейбіт өмірді жалғаған жауынгер хаттары септігін тигізді десек, артық айтқандық емес. Хат жанры ерте заманнан бері келе жатқан адамдардың қарым-қатынас жасау құралдарының ең көнесі және мәдени, тарихи мәні зор жазба тілдің ежелгі формасының бірі. Жауынгер хаттары солдаттың елге деген сағынышы ғана емес, майдан өмірі, окоп шындығы. Дала почтасынан жолданған бұл хаттардың көбі бүгінгі күнге жеткен жоқ. Алайда, елім деп еңіреген ерлердің үшбу сәлем хаттарын еміренген елі, асыл аналар көзін қарашығындай сақтап, ұрпағына рухани мұра қылып жеткізе алды. Қазіргі таңда сағынышқа толы сол бір хаттар Қызылорда облыстық музейі төрінде орын алып отыр. Өмір мен өлімнің арасында от кешіп жүрген жауынгерлердің сағынышты сәлемдерін арқалап жеткізген осыны үшбу хаттарды ауылда қалған қариялар мен әйелдер, әсіресе балалар қаншалықты сарғая күтті десеңізші. Осындай шынайы хаттарда әрбір жеке тұлғалардың ауызша айтыла бермейтін нәзік сырларды білдіретінін, сол уақыттағы көңіл күй мен көзқарасын сипаттайтын да ұғыну қиын емес. Демек, хат дегеніміз жазылған уақытындағы бір тұтас бір қоғамның психологиясын, танымын, талғамын, ойлау жүйесін ашық жайып салатын өте құнды дүние. Соғыс уақытындағы жақын адамдардың бір-біріне жолдаған хат хабарлары енді жеке дүние емес. Бұл қазір бір дәуірдің тарихы. Хат мазмұны әртүрлі, дегенмен ұқсас. Хаттар адамдардың тағдырын, олардың сезімдері мен ойларын бейнелейді. Хаттарға жіті мән берсек, каллиграфияның ұқыпты не ұқыпсыз жазылғанын көруге болады. Ол, ұрыстардың арасында жауынгерге хат жазуға қанша уақыт бөлінгеніне байланысты болған. Үшбу хаттар бұл майдан хаттары. Хатты осылай буу дәстүрі Ұлы Отан соғысы кезінде қалыптасты. Майдан хаттары неге үшбұрыш формасында болды? Шын мәнісінде ойландыратын сұрақ. Келісесіз бе? Қызығы, бұған бір емес екі себеп болған. Майданның қиын жағдайында қағаздың өзі тапшы болған уақытта конверт пен мөрді іздеп табу тіпті мүмкін болмады. Сондықтан почтаның мобильді нұсқасы ойлап табылды. Хат жазу үшін қағаз орамасы тіпті темекі қорабы да пайдаланылды. Хаттың арнайы конвертке салынбай үш буылуының тағы бір себебі жауынгерлер жазған әрбір хаттың әскери цензураның тексеруінен өтуінде еді. Хаттың мекенжайға жетпей оқылатыны бар, конвертке салып не керек? Әскерлердің орналасқан жерін және қызметке қатысты басқа да ақпаратты беруге қатаң тыйым салынды. Жауынгерлер бұл ережені жақсы білді. Дегенмен соғыстың құпия тұстары хаттарда еріксіз белең алғаны жасырын емес. Кей құпия ақпаратты цензор сиямен бояп жіберіп отырса, жолы болмағандар тізімі КСРО-ның мемлекеттік қауіпсіздік министрлігіне жолданатын. Ауыр жағдайларда тіпті ату жазасына да кесілетін. Көп жағдайда хаттың орыс тілінде жазылуы талап етілді. Егер хат солдаттың өз ана тілінде жазылса, көрсетілген мекенжайға кешігіп жететін. Өйткені хаттар арнайы аудармашылардың алдынан өтіп, құпия ақпараттың жоқ екеніне көз жеткізіп барып жөнелтілетін. Заман қиын болды, және жағдай осындай әрекеттерді талап етті. Парақ үшбұрыш формасында бүктеліп, бір жағына жауынгердің өзі жайлы деректер мен алушының мекен жайы берілсе, артқы бөлігіне хаттың мәтіні жазылатын. Почта қызметкерлері туыстарының сарбаздан жаңалық күтетінін түсініп, жауапкершілікпен жұмыс жасады. Бастысы, осындай үшбу қағазды алу ана үшін, немесе оның сүйікті әйелі үшін үлкен қуаныш болатын. Соғыс уақытында хаттың конвертте немесе жай үшбұрыш түрінде келуі өте маңызды еді. Неге? Егер үшбу хат келсе, ұлының, күйеуінің не әкесінің тірі екенін білдіреді. Өйткені хаттың бұл түрін тек жауынгерлердің өзі жазатын. Егер конвертке салынған, мөрі басылған ұқыпты хат келсе, үйдегі әйелдер бірден жылай бастайтын. Өйткені бұндай хаттар отбасы үшін қаралы хабар еді. Қаралы қағаз деп жиі еститініміз осы.
Барлық ресми құжаттар конвертке салынып, мөр басылып жіберілетін. Қаралы қағазды халық сандығында ұзақ сақтауды жөн көрмеген. Талай қаралы қағаздар бүгінгі күнге жетпей өртеліп кетті. Дегенмен, Сыр елінің тумасы, майданда қаза болған батыр Қара Арыспаевтың отбасына келген қаралы қағаз музей экспозициясында орналасқан. Сұрапыл соғыс жылдарында майдан алаңындағы жауынгерлер мен шалғайда қалған туған туысқандардың арасын хаттар жалғастырған. Сол кездегі көздің жасы сіңген хаттарда сарқылмас сағыныш, түпсіз терең ой, мәңгілік махаббат пен қалың ормандай қайғы қасірет бар. Арада бір ғасырға жоқ уақыт өтсе де сарғайған қағаздарды қолға алып оқыған адамның жүрегі елжіремеуі мүмкін емес. Майдан хаттары шайқас даласындағы жауынгерлер мен тылдағы еңбеккерлерді жеңіске жетелеген қуат күштің қайнар көзі. Оларда үмітке сүйенген сағыныштың, селкеусіз сенімнің лебі бар. Соғыс аңызына айналған үш бу хатты жауынгерлер қалай бүктеген? Олай болса, біз де сол уақытқа ойша барып, үш бу хат жасап көрелік. Хатты бүктеу 5 қадамнан тұрады. Ақ парақты аламыз. Бірінші, ақ парақтың оң жақ бұрышын үш бұрыш формасында бүктейміз. Екінші қадамымыз, сол жақ бұрышын үш бұрыштың белгіленген нүктесіне дейін тағы бір бүктеп аламыз. Байқасаңыздар, үй шатырына ұқсас фигура пайда болды. Бұл жанұя жылулығын беретіндей әсер қалдырады. Келісесіз бе? Үшінші, қалған төменгі бөлігінің оң бұрышын ішке бүктейміз. Төртінші қадамымыз, сол жақ бұрышын тағы да ішке қайырып аламыз. Бесінші қадам, төменгі бөлігін қайыра отырып, хаттың бірінші қалтасына кіргізе отырып бүктейміз. Міне, хатымыз біздің дайын болды. Енді ерлікке, жеңіске тағзым ретінде ешкімде, ештеңеде ұмытылмайды деп жазу қалдырайық. Ұлы Отан соғысы әрбір адамның жүрегінде өшпес із қалдырды. Миллиондаған адам өмірін қанды қырғынға ұшыратқан сол бір соғыс дауылының алапат кезеңін бүкіл адамзат еске алумен келеді. Небір тар жол тайғақ кешуден өткен ардагерлер елбасына күн туғанда тобығынан қан кешіп, қар жамылып, мұз төсенгенін, бүгінгідей бейбіт күнді ұрпаққа әперу үшін бастарын бәйгеге тіккенін қалай ұмытарсың? Бәрі де отан үшін, бәрі де майдан үшін деп шайқасып, байтақ елдің маңайына жауды жуытпаған кешегі өрімдей жастар елімізді, жерімізді көздің қарашығындай қорғап, қан төгілген майдандарда алдыңғы шепте жүрді. Олардың халық қамы үшін көрсеткен ерліктері, өздерін құрбандыққа шалғаны кейінгі ұрпақтар санасына жалынды жігер, өр намыс, өшпес өнеге сыйлары анық. Мейлі, қай дәуір, қай мезгілде болсын, ұлтымыздың ұлылығын айғақтар асыл қасиеттері біз үшін зор мақтаныш. Әлімбай Әлиасқаров Қызылорда облысы Қармақшы ауданының қазіргі Ақжар ауылында 1908 жылы дүниеге келген. Ол соғыс және еңбек ардагері, майдангер, ақын. Әкесі Қожантайұлы Әлиасқар жер қадірін білген, егіншілікті кәсіп еткен, еңбекқор, шаруа кісі. Білім ғылымға құштар еткісі келген әке сауатын ашсын деген мақсатпен баласын ауыл молдасына береді. Ескіше араб тілінде оқып, сол кезден бастап өлеңге таласы барын байқатады. Зеректігімен көзге түсе бастаған бала талай тамаша ақиқ ақындарды тамсандырып, олардың шабытына шабыт қосқан, шығыстың әдебиет жауһары Шахнаманы қазақ тіліне тәржімалап, ұлттық әдебиетке зор табыс алып келген сыр саңлағы Тұрмағамбет Істілеуов мектебінде білімін шыңдай отырып, шығыс әдебиетімен танысады. Шығыс шайырларының шығармаларын сүйсіне оқитын Әлімбай Әлиасқаровтың алғашқы ақындық жолы осылай басталады. Сөз маржанын теріп, тереңіне бойлай, өлең құдіретін санаға түйеді. Заман өзгерген уақытта кеңес мектебінде 7 сыныптық білім алады. Жас ақын ел ішіндегі түрлі ұйымдастыру шараларына қатысады да 1937 жылы халық жауы деп жазықсыз жазаланып, Ұлы Отан соғысы басталғанша өмірін Колымада өткізеді.
1942 жылы айдауда қиыншылық тауқыметін тарта жүріп, өз еркімен отанын қорғау мақсатында майданға сұранады. Сталинград майданында соғысқа кірісіп, жан қиярлықпен шайқасып, ерен ерліктің үлгісін көрсетеді. Жеңіс күнін бірінші Беларусь майданы шебінде, Польша мен Венгрия жерлерін азат ету кезінде қарсы алған. Ордабұзар жігіт соғыста көрсеткен ерліктері үшін Қызыл жұлдыз, Ұлы Отан соғысы ордендерімен, бірнеше жауынгерлік медальдармен марапатталады. 39-шы гвардиялық атқыштар полкының командирі болған Әлімбай Әлиасқаров жауды жеңіп бүкіл ел болып күткен жеңіс күнінен кейін елге бірақ оралады. Соғыстан кейінгі бейбіт өмірде де бекер жатпай, ата кәсіп егіншілікпен бар ынтасымен айналысты. Ғұмырының соңына дейін еліне, туған жеріне адал қызмет етті. Осындай ауыр қайнап жатқан жұмыс ортасында жүріпте, ақын қолынан қаламы түспеген. Отанын сүйген, ұлттық салт дәстүрін бойтұмар ғып ұстаған, өлеңге өнердің пірі деп баға берген Әлімбай Әлиасқаровтай азаматтың атамекенге деген сағынышын, туған жерге деген ыстық сезімін от кешкен майданнан жазылған өлеңдері толық айғақтайды. Хат үлгісінде жазылған елге жолданған өлеңдерінен елге деген сағыныш, отан үшін күрес, ерлікке жеңіске жігерлендіру сарыны есіп, майдангер ойы мен тілегі анық аңғарылады. Жауға аттанар алдында сарбаздардың жігерін өлеңмен көтерген Әлімбай Әлиасқаров Ұлы Отан соғысында желкеле жауды желкеле деп әскерлерге ұран тастағаны тағы бар. Аспанда болсаң бұлтсың, жерде болсаң жойқын су, отанның асыл сұңқары, қызыл әскер ерлерім, желкеле жауды желкеле. Орманда қабылан, арыстан, шыңда бүркіт, мұз балақ, халықтың алмас ерлері, желкеле жауды желкеле. Әлімбай Әлиасқаров ұрпаққа атадан қалған мекенді қасық қаны қалғанша қорғауға, патриоттық сезімін оятуға, туған жерін ардақтауға баулып жатқанын аңғарамыз. Елбасына күн туғанда жауын тарыдай шашып ірімшікте еріткен батырларымыздың болғанын, олардың ерлігін айтқысы келген іспетті. Кешегі алапат соғысты көзімен көрген, оқ пен оттың астында отан үшін арпалысқан Әлімбай Әлиасқаров дана болмысымен, қайнаған қан майданда жазған алмастай өткір де қайсар жырларымен сөз қадірін, өз қадірін ел қадірі деп бағалаған тау тұлғалы азамат. 39-шы гвардиялық атқыштар полкының командирі ретінде жүздеген сарбаздарды ұрысқа жұмылдыру, зұлым жаудың басқыншылығына қарсы маңызды тактикалық шешімдер қабылдау сияқты аса күрделі сынақтардан сүрінбей өтіп, қол астындағы жауынгерлердің намысын жанитын, отты жырлар оқитын, даналық нақылдар айтатын данышпан ұстазға айналған. Алаңдама бауырлар, ертең жеңіп фашисті, аламын жаудан кегіңді деген өлең жолдарының өзі де жоғарыда айтылған сөздердің куәсіндей. Майдан даласынан бейбіт өмірге өлең түрінде жолданған Әлімбай Әлиасқаровтың 5 хаты музей қорында сақтаулы. Солардың бірі Әлімбай Әлиасқаровтың асыл жарына жолдаған хаты. Жарым едің, жаным сүйіп, сәл көрмеуге қимаған, жарым едің арың биік ғашықтар ек сыйлаған. Өмір өлім таласқанда кетпейсің сен есімнен, жүрмін оттың арасында, шықпасын бұл есіңнен. Адал жолдас, жаным сүйген, жаздым хатты, хабар ал, жағдайымды айтайын мен, жан жолдасым құлақ сал. Біздің қыран қызыл ердің, батты жауға тырнағы, тұлғасындай күш жігердің достар тірі жүр бәрі. Майдан үсті апыр-топыр жатыр жаулар қан болып, фашист қашып бара жатыр, сәтті біздің бар жорық. Қызыл ерлер күші тасқын, соның бірі мен болам. Істе қызмет жан жолдасым, менің үшін болмалаң. Сен істеген майдан үшін еңбектерің көрінсін, шыңдауға ұлы отан күшін, май жүн астық берілсін. Жақсы болып егістерің жайнап тұрсын ырғалып, бірдей шығып тегіз дөңің бітік шықсын бір қалып. Сен де шегіп жүрсің жорық, осы еңбегің қызығы, қырмаңдарың қыруар болып тау-тау болса қызылы. Малың тұрса екі төлде, түгі қарыс ажарлы, осы емес пе егі еңбек, көзге көркем базарлы. Колхозыңның халі қанша, шаруасын хатқа жаз, Қатираға, Зейнеп, Айша, достық сәлем, айттым наз. Екінші сөз,
ата-енеңді жақсылап күт жолдасым, сайлауыңды тәрбиеле, оқуынан қалмасын. Қош жолдасым, көріскенше, хатым кетті қош енді, амандықпен өбіскенше, бар тілегім осы енді.